Саламатсыздар ма? Менің тәтті үй каналының қонақтары. Сіздермен бүгін мен окорочканы духовкада дайындайтын боламын. Ол үшін бізге окорочкамызды жақсылап мариновать етіп қою керек. Сондықтан соны бастайық. Мен осындай екі окорочка алдым. Енді осының артық жерлерін алып тастаймын. Қатты уақыттап тураудың қажеті жоқ. Буындарынан бөліп алсаңыздар болады тек. Мен алдын ала жуып, суынан құратып алдым. Маринадқа маған осындай бір-екі дана чеснок. Чеснокты осылай деп уақыттап өткізіп аламын. Тұз және қызылбұрыш, паприка. Сосын ащы қызылбұрыш дәмдеуіштерден қосатыным осы. Ащы болып кетеді деп ойламаңыздар, өйткені мен бұған және картошка қосатын боламын, сондықтан тұзы да, бұрышы да барлығы дұрыс келеді. Және де маған майонез, сосын азғантай кетчуп. Кетчупты өзіңіздің қалауыңыз бойынша аласыз. Осының барлығын енді жақсылап араластырып 45 минутқа я болмаса 1 сағатқа жақсылап тұзы сіңгенше құйып қоямыз. Осылай енді 1 сағат я болмаса 45 минутқа өзіңіз шаруаңыз болып, қолыңыз тимей жатса, ұзақ уақыт тұра берсе де болады. Егер қонақ күтетін болсаңыз, 1 сутка алдын осылай деп мариновать етіп қойсаңыз бола береді. Мен картопымды да ашып дайындап алдым. Енді бұны да осылай деп салып жіберемін. Бірге тұздалып, бірге мариновать етілсін деп. Енді сіз картошкаңызды өзіңіздің отбасыңызға қарай аласыз. Біздерге осы жарайды. Менің маринадым дайын болды. Енді мен осындай ыдысымды дайындап алдым. Соған дайын болған етім мен картопымды осылай деп салып аламын. Духовкамды 220 градусқа қойып қойдым. Қазір духовкам қызғаннан кейін салатын боламын. Мен бұндай фольгаға жасап жатқаным, өйткені менде протеиндерім үлкен протеинге мыналарым күйіп кетеді. Жан-жағында сог жібереді ғой. Ет. Сол жіберген согын күйдіріп, өте бір онша әдемі болмай қалады. Сондықтан мен осындай ыдыс салып тұрмын. Егер сіз бұны көп порцияға жасайтын болсаңыз, және сіздің осыған лайықты протеиніңіз болса, тікелей протеинге де салып пісіре беруге болады. Менің духовкам қызды. Мен енді әдеттегідей фольгамен бетін жабамын. Фольгамен жабатын себебім өзінің буына әдемілеп піссін деймін. Бір жарты сағаттан кейін фольганы бетінен алып тастай берсеңіз де болады. Өйткені суы тартылып, өте әдемі болып, қып-қызыл болып, қызарып пісетін болады. Тамағымыз жобамен 1 сағатқа жуық піседі. Сондықтан асықпай салып қойып, өзіңіздің басқа шаруаңызды жасай берсеңіз де болады. Енді бірнеше минуттан кейін біздің тамағымыз да пісіп дайын болып қалады. Оған дейін мен осындай
жуадан салат жасағым келіп тұр. Бұған бізге қара бұрыш керек болады. Қара бұрыш екеуін жақсылап осылай деп қолмен араластырып аласыз. Тұз қоспаймыз, өйткені тұз мынау жуамыздың согын шығарып жіберуі мүмкін, сондықтан қажеті жоқ. Тамақтың өзінде де тұзы бар әдемі. Азғантай уксус қышқылын тамызып жіберсеңіздер де болады. Менде қазір үйде уксусым таусылып қалыпты, сондықтан мен қосып жатқан жоқпын. Көкөнісіңіз болса, осындай көкөністе қосып жіберсеңіз болады. Біздің тамағымыз дайын болды. Бісміллә деп тамағымызды түсірейік. Достар, мінекей біздің тамағымыз дайын болды. Әдеттегідей мен сіздерге дәмін татып берейін. Каналыма подписка жасап, лайк басып отыруды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Ал астарыңыз дәмді болсын. Керемет. Өте дәмді болыпты. Тұзы да, бұрышы да бәрі өте керемет болыпты. Осы рецептпен жасап қараңыздар. Келесі кездескенше қош сау болып, төрт көзіміз түгел аман болайық.